кейбір уақыттарда Алла сақтасын жамандықты істеп қою мүмкін қателесіп. Бірақ ол жамандықты жақсы көрмейді. Түсінікті ме жоқ па? Осы нәрсеге мән беріңіз. Момын қателесіп кейбір уақыттарда істеп қою мүмкін, Аллахқа тәубе қылады ол. Бірақ сол жамандықты жақсы көрмейді. Жек көреді ол. Себебі онда жүрегінде иман бар. Жамандықты жақсы көру деген дәрежеге жетпеу керек жүрек. Алла сақтасын. Жамандықты жек көреді. Айтады, сәлемет жүректің мағынасы ол ширктен және күдіктен сәлемет болу керек, және жамандықты жақсы көру, және бидатты біліп тұрып, соған қасарысып тұрып алудан сәлемет болу керек жүрек. Себебі ол осы нәрсе пайғамбардың сүндетіне қарсы екенін білді. Бидат екенін білді. Оны қалай жақсы көреді сәлемет жүрек, айтшы. Ол жүректің қатты ауырып қалғанның белгісі. Сен білесің осы күнә, және соны жек көрмейсің. Білесің осы пайғамбардың сүннетіне қарсы бидат екенін біліп тұрсың. Пайғамбар айтпаған, істемеген, сахабалар бұл жақсылықты, сен ойлаған жақсылықты білмейді, бидат екенін біліп тұрсың. Мына Аллахқа, пайғамбарына қарсы болған күнә екенін біліп тұрсың да, соны қалай жек көрмейсің? Жүрек тірі ме екен ондай жүрек? Аллах және пайғамбары жек көрген нәрсені жақсы көретін, немесе жек көрмейтін жүрек қандай жүрек екен ол? Ол жүрек сәлемет емес. Аллахтың алдында да сәлемет қалмайтын жүрек осы. Бұның терісінде болған жүрек ол сәлемет. Төбеде айтқандай, ықыласпенен болған. Әр түрлі жамандықтардан сәлемет болған, жақсылықты жақсы көріп, жамандықты жек көретін, сүндеттің болуын, тірілуін, елдердің арасында таралуын жақсы көрген жүрек. Адамдарға жақсылықты жақсы көріп, адамдарға жамандықты жек көріп, ардайым пайғамбар алейхиссалату вассаламның сүндетіменен елдер тірі болуды жақсы көріп, соған сөзімен де, амалымен де әрекет қылуда болған жүрек, ол жүректің тірілігінің белгісі. Енді әрбір адам осы қысқаша таразыменен өзінің жүрегінің тірілігі немесе ауру екендігінің себебін біле берсін.